Шар туралы есеп. Шар туралы информация бар екен. Осыны видеоны тоқтатып бір оқып алса болады. Шардың жазықтық пен қимасы. Шардың барлық жазық қималары дөңгелек болады екен. Любой сфераны или любой шарды бір плейнмен кессек, онда ол жерде тағы бір дөңгелек шығады. Осы жердегі информация маңызды. Нот көлемі бар. В тең 3-тен 4 пер куб. Сфераның ауданы бар. S тең пер квадрат көбейту 4. Бізге керегі бүгінгі есепке керегі. Осы бір бөлік. Есептің берілгені. Есептің берілген шарды жазықтық қияды. Қиылысу сызығының нүктесінен жүргізілген. Осы. Тексті түсіну қиын, негізі басында. Оны біраз ойланса түсінуге болады. Осы жер ключевой сөз. Сызығының нүктесінен жүргізілген. Мына нүктені айтып отыр ғой. Осы нүкте А дей салайықшы. А нүктесінен жүргізілген шардың диаметрі. Осы А нүктесінен диаметр жүргізсек, ол мына болады. Осы диаметр жазықтықпен 45 градус жасайды. Мына жер 45 градус. Ары қарай оңай. Шардың диаметрі 8 түбірасты 3 болса, онда радиусы 4 түбірасты 3 болады. Мына жер 4 түбірасты 3, мына жер 4 түбірасты 3. Ары қарай косинустарын косинус арқылы шығарамыз. Формулалар да соқ деген синус, ках дегеніміз косинус, со дегеніміз тангенс. Бізге керегі косинусқа ках деген. Косинус 45, ол тең болады adjacent бөлінген hypotenuse. Косинус 45 тең 45-ке adjacent сайт бізде кішкентай r болып тұр, анау дөңгелектің радиус. Гипотенуза қайсы болып тұр? Гипотенуза үлкен r болып тұр. 4 түбірасты 3 болып тұр. Косинус 45 дегеніміз ол түбірасты 2/2. Оны көбейтеміз 4 түбірасты 3-ке. Тең болады r. 2004 қысқарады, 2 қалады, 2 түбірасты 6 болады. R-ді таптық. Енді дөңгелектің ауданы пер квадратқа тең. Пи көбейтеміз 2 түбірасты 6-ның квадраты. Ол тең болады 24 пи. Жауабы 24 пи. Ол осы.